Бұл видеода 35 және 27 сандары берілген. Және де оларды ондық түрінде 3 ондық және де 5 бірлік ретінде көрсеткен. Және де төменгі жағында 2 ондық және де 7 бірлік деп көрсетілген. Енді бізге осы көрсетілген сандарды, яғни 35 санын 27 санына қосуымыз керек. Дәл солай, яғни ондықтар мен бірліктерді де қосуымыз қажет. Сол себепті астарын сызып, қосу амалын шығаруды бастайық. Жалпы осы жерде қосу амалын ең алдымен біз бірліктерден бастаймыз. Мысалға, осы жерде көрсетілген бірліктерді қарастырайық. Бізде, яғни жоғарғы жағында 5 бірлік, төменгі жағында 7 бірлік. Олардың барлығын қосып жазатын болсақ, бізде, яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, және де 12 бірлік шығады деген сөз. Яғни осы жерде көрсетілген 5 бірлікке 7 бірлікті қосқан кезде 12 саны шығады деген сөз. Мысалға, біз осы жерде 12 деп осылай жаза алмаймыз. Ол қате болады. Яғни біз бірлік қатарына тек қана бір санды жазуымыз керек. Сол себепті бұны алып тастаймыз. Енді осы жерде 10 бірлікті бір ондыққа жүктейтін боламыз. Оны көрсету үшін біз осы жердегі 10 бірлікті бөлек қарастырамыз. Яғни оларды бөлек аламыз деген сөз. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және де 10. 10 бірлік. Осыны біз алмастырамыз бір ондықпен. Олай болса, бір ондықпен алмастырсақ, және де осы жерде көрсетілген бірліктерді алып, осы жаққа алмастырамыз деген сөз. Сонда бізде бұл жерде 2 бірлік қалды. 2 бірлік қалғандықтан біз 5 санына 7 санын қосқан кезде 2 деп жазамыз. Және де ойда бізде, яғни 1 саны, яғни 1 ондық, ол ойда болады. Осы жерге де 1 деп көрсетейік. Жақсы. Енді осы жерде көрсетілгенде, яғни 5 санына 7 санын қосу дегенді, яғни 5 санына 7 санын қосқан кезде бізде жалпы алғанда 12 саны шығады. Яғни 1 ондық және де 2 бірлік деген сөз. Осыны түсінікті болу үшін, яғни осы жерде көрсетілген бір санын біз ондықтар қатарына жаздық. Енді бізде осы жердегі ондықтарды қосамыз. Яғни ондықтарды қосақ бізде 1 ондық, 2 ондық, 3 ондық, 4 ондық, 5 ондық, 6 ондық. Ондықтарды санайық. Яғни 1, 2, 3, 4, 5, 6. Яғни жалпы саны 6 ондық. Ал мына жақта, яғни 1 санына 3 санын қоссақ, оған 2 санын қоссақ, бізде шығады 6 саны. Яғни оның жалпы саны 6 екенін жазамыз. Сонда 35 санына 27 санын қосқанда 62 саны шығады. Яғни мына жерде де 6 ондық және де 2 бірлік дегенді көрсетеді.